Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен керемет дәмді смузидің құрамымен бөлісемін. Бізге керекті заттар бір киви, бір банан және де Дептің осындай сүтті коктейлі керек. Достар, осы сүтті коктейлдің орнына сіздер миндальный сүтті қолдануларыңызға болады. Бананды және де кивиді видеодағыдай бірінші кесіп дайындап аламыз да, оны осылай бір ыдысқа саламыз. Достар, сіздер кивидің орнын дәміне қарай басқа да жеміс жидектермен алмастыруларыңызға болады. Келесі туралған жемістерді біркелкі консистенция болғанға дейін блендердан өткіземіз. Менде жемістердің көлемі 200 граммдай шықты. Енді оның үстіне 100 грамм жаңағы сүтті коктейлді құямыз. Тағы да біркелкі консистенция болғанға дейін блендердан өткіземіз. Дайын болған коктейлді бір бокалға құйып аламыз. Енді дайын болған коктейлді сәндейміз. Бетіне 3 дана құлпынайды осылай турап бетіне саламыз. Міне достар, біздің пайдалы смузиіміз дайын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.